Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біздің қонағымыз ақын Мақатаев сыйлығының 2 мәрте иегері, құрмет орденінің иегері Жүрсін Ерман аға. Ассалаумағалейкум аға. Бүгінгі сұрағымыздың алғашқы сұрағымыз осы айтыстан бастасақ, айтыс жағынан. Жалпы бұрындары теледидардан болсын, концерт залдарынан болсын, айтыстарды аз көретін болдық. Азайып кетті жалпы. Осының себебі неде? Немесе кім себепкер болған? Азайып кетті деген сөздің бос сөз болып тұр ғой деп шығамын. Рас, айтыстың алдынан тосқауыл қойылған уақыттар болды. 2 жыл, 3 жыл бойы көгілдір экранға жол жабық болды. Бірақ былтырғы сәуір айында Қазақстан Халқы Ассамблеясының сессиясында елбасының алдында сөз сөйледім. Айтыстың мәселесін көтердім. Елбасы бүкіл парламенттің алдында, үкімет мүшелерінің алдында, облыс әкімдерінің алдында тұрған маған тапсырма берді. Мен жаңағы басшыларға тапсырма берді. Мына айтыстарын өңірлерде өткізіңдер тұрақты түрде. Ең жүйріктерді ғана Алматы мен Астанаға келіп жылдың соңында қорытынды айтыс жаса деді. Сонан бері айтыстың алды ашылды. Қазір көріп отырған адам болса, біздің жаңағы өңірлерде өткізген айтыстарымыздың ең тәуір нұсқалары эфирден беріліп келе жатыр. Наурыз айының басынан бері әр апта сайын жексенбі күні кешкі сағат 9-да Жүрсіннің жүйріктері деген жоба жүріп жатыр. Мына биылғы жылдың өзінде біз 4 облыста айтыс өткіздік. Солардың бәрін теледидарға түсіріп алдық. Осы таяу күндерде ғана Қазақстан телерадиокорпорациясының президенті Ерлан Қариммен сөйлестім. Соларды эфирден бере бастаймыз деді. Бұл енді кешегі күнімізге қарағанда шүкіршілік, халыққа жеткізіп жатырмыз. Соның сыртында мынау неше әлеуметтік желіде, осы ютубтың өзінде жаңағы айтыстардың тәуір нұсқалары салынып жатыр. Сондықтан қазір айтыстың алды ашық деп ойлаймын. Жаңа айтып жатсыз, эфирден беріліп жатыр, эфирден берілейін деп жатыр деп. Жалпы осы айтыстың теледидардан берілген нұсқасына көңіліңіз тола ма? Халықтың арасында сөздер бар, қиып тастайды, кейбір жерлері естілмей қалады деп. Оның барлығы сенікі дейді екен деген әңгіме. Соның шындығын өзіңіздің аузыңыздан естиді. Осы 10 жылдан бері қарай біраз уақыт мына ұлттық арнада жүрген айтыстар қырқылатын, күзелетін, мысалы ақынның қарсысына айтқан сөз жоқ та, оның қайтарған уәжі ғана беріліп, бір қисынсыз монтаждар жасалатын. Қазір, Аллаға шүкір, бір сауатты адамдар отыр, ұлттық арнада осы айтысқа жауап беретін. Жақсы монтаждайды, құрастырады. Енді ақын айтқан сөздің бәрі асыл емес қой. Ішінде кесілетін, қиылатын жерлері болады. Өзі көркемдік сапасына байланысты. Негізінен қазір бірінде өкпеміз жоқ, жақсы беріліп жатыр. Жалпы өзіңіз бір сөзіңізде осы айтысты радикал топтар емденіп кете ме деп қорқам деген екенсіз. Бұл ескі әңгіме. Бұл туралы жалпы сіздердің кейінде осы айтыскер ақындарды айтып жатыр, бұндай айтыстың ішінде екіге бөлінушілік бар екендігін. Бұның барлығы ескі әңгіме. Осыдан 3-4 жыл бұрын сондай талаптар жасалды. Біздің біраз ақындарымыз сол радикал топтардың соңына еріп, діни насихат жұмыстарымен айналысып, өздерінде бас шырмалып қалды. Айтысты екіге бөлінген тұстары да болды. Енді оның соңғы көрініс өткен жылдың желтоқсан айында, мысалы алтын домбыраның кезінде осындай келеңсіз жайлар орын алды. Одан кейін министр уәде берді. Ендігі жерде айтыс ақындарымен жүргізушілердің халықаралық одағы бізбенен бірге бірлесіп жұмыс істейміз, үлкен жоспарларымыз бар деді. Қайдан білейін? Жалпы қазақ қоғамы қандай, айтыскер ақындардың да жағдайы сондай. Қоғамда қазір дінге бөлінушілік бар ма? Бар, оны ешкім де жасыра алмайды. Оны елбасы да айтып отыр, сонымен күресу қажет екенін де айтып отыр. Біздің айтыскерлердің арасында да сол жаңағы жалған сенімдерге ие болып кеткен ақындар бар, бірен-саран болса да. Бірақ оған бола қазақтың айтыс өнері бір бөлініп жарылып кетті деп қорытынды жасау етелік сияқты. Негізі айтыс ақындарымен жүргізушілердің халықаралық одағының есебінде 200-дей айтыскер ақын бар. Солардың көбісі, басым көпшілігі дерлік, жаңағы одақтың қарамағында жүйелі түрде айтыстарға қатысып, өзіміздің ұлттық өнерді дамытуға, халыққа рухани олжа сыйлауға қызмет етіп жатыр. Енді болашақта да осы уақытқа жиналамыз деп ойлаймын. Бірен-саран шетте жүрген ақын болса, ойланар, түсінер деп біз олардың бәрімен сөз жүргізіп, ортаңа орал, өнеріңді халыққа сыйла деген әңгімелер айтып бере жатырмыз. Бірақ дегенмен бүйректен сирақ шығарып, әр жерде бір басқаша бір айтып түсіп кеткен келеңсіз жайлар орын алып жатқаны
анық құбылыс. Айтысты президентке қарсы сөз сөйлеу үшін өткізеді екен дегенде әңгімелер бар екен. Мұны осы сен сияқты жігіттер айтады. Сондай Әлеуметтік желіде айтылып жатқан нәрселер бар. Айтысты неге біз ондай бағытын өткізуіміз керек? Айтыс деген өзі осы тәуелсіздікті дайындап берген өнер. Рухани жаңғыруды ол кеңес кезінде бастап берген өнер. Мұның барлық мақсаты қазақ дейтін ұлттың басын біріктіру, ауызбіршілікке әкелу, рухын көтеру, еңсесін тіктеу, ояту рухани. Енді тәуелсіздік алғанымызға қанша 26 жылдан асып кетті ме? Сонан бері де бұл өнер осы тәуелсіздікке қызмет істеп жатыр. Дәл жаңағы мақсаттарды алға қойып. Бірақ әрине айтыс деген бұл сөздің барымтасы, әуезовтің сөзімен айтсақ. Сондықтан елдегі орын алып отырған келеңсіз жайлар, қол бойлау болып отырған кеселдер, ұлт болып үйсуымызға, мәңгілік ел болуымызға болып жатқан кедергілер айтыстың үстінде айтылмай тұрмайды. Бір сөз әрі кетеді, бір сөз бері кетеді. Ол ақынның талантына ғана емес, шеберлігіне де байланысты. Соны жаңағы тұспалдап айтып, көркемдік кестесін келтіріп айтып жатқан сөздер өтеді. Ал енді айтқаным жөні сөген, мен шындықты кигізін тіліп отырып айтамын дейтін бір бейбастақ ақындар болады. Мен айтып отырғанын аңғармай қалатыны. Сол жаңағы өнегесіз айтыстың көріністері кейде жоғарыға теріс жеткізіліп, шамына тиіп жататын кездер болды ғой енді. Бірақ соның бәрін біз елбасыға қарсы бір саясат жүргізіп отыр деп түсіндіру, ол жол бекелердің көргенсіздігі. Біздің барлық мақсатымыз осы қазақ елінің тұтастығы, бірлігі, ауызбіршілігі, елдің экономикалық, саяси, әлеуметтік дамуының жақсы көрсеткіштері. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз, бейбастақ ақындар бар, байқамай айтып қоятын. Сондай ақындардың кесірінен жалпы сөз естіген кезіңіз болды ма? Мен осы айтыспен айналысқаныма 40 жылдай болды. Сөз естуден басқа көрген қызығым жоқ. Кеңестің кезінде, партияның бар кезінде мені жұмыстан да шығаратын деп орталық комитет қаулысын дайындап қойған кездер болған. Онан бергі жерде де министрлік болсын, басқа жоғары ұйымдар болсын, бар таяқты бағаны жегізеді. Мен бірақ оны етін үйреніп те кетті қазір. Соған орай ақындармен жұмыс істейміз. Айтудың да айтуы бар. Ауыз айтып, жаңағы ас үйде айтылатын өзек әңгімені үлкен сахнаға алып шығып, болмаса жаңағы халықтың арасындағы бір алауыздық туғызатын, шындырып айтатын сөздер кетіп қойып кетеді. Мысалы, жер дауы жүріп жатқан кезде, алдыңғы жылы, біз қанша айтқанменен сонда қисық сөздер кетті. Жерге 5 жылға елбасы мораторий жариялады, жерді сатпауға, жалға бермеуге. Одан кейін ол әңгімені қозғаудың не қажеті бар? Бұл жаңағы халыққа жақсы көрінемін деп, арзан ұпай жинаймын деген сөйлекпе ақындардың жеңіл сөздері. Шын ақын, сабырлы ақын, иманды ақын, ар жақ бар жағын болжап айтады, халыққа зиян келтіретін сөз айтылмау керек. Енді өмірде онсыз да кемшіліктер толып жатыр. Кемшілік деген нәрсе. Бұл әлеуметтік салада болсын, экономикалық салада болсын. Соны қырақ ақын шалып, елдің күтіп отырған сөзін айтса, міне ақиқат айтыс сол. Әншейін айтыстың өзі, міндетінің өзі халық биліктің арасында көпір болуы керек. Жақсы ойларын жеткізіп, қоғамдық ортаға ой тастап, қоғамға ой салу. Ал әншейін жаңа желік өтіп, ал кеттік алға, аттан деген айтыс болмайды. Жаңа тағы бір сөзіңізді айттыңыз, Әуезовтің айтыс туралы айтқан сөзін. Сол Әуезовтің кезіндегі айтыс пен қазіргі кездегі айтыстың арасында айырмашылық бар ма? Әуезовтің кезіндегі айтыстарды мен көрген жоқпын, біріншіден. Екіншіден, Әуезовтің кезінде үлкен айтыстар бола да қойған жоқ. Оның ең үлкені 42-ші жылы Қарағандыда басталды. Соғыс жүріп жатқан кезде Ғабит Мүсірепов барып, Қарағандыда айтыс өткізіп, бұл жаңа Шашубайлардың, Тайжандардың, Майасарлардың, Орынбайлардың бар кезі болған. Сол айтыстың ақтық сайыстары 43-ші жылы жазда Алматыға келіп өткізілді. Соны жаңағы Әуезовтен бастап, Қаныш Сәтбаев бар, Марғұлан бар, үлкен Әбділда Тәжібаев ақындарын бәрі көріп, халықтың арасында үлкен айтыс халықтың көруіне ұсынылды. Бірақ бұл жаңағы ескі өз айтыстың ең дамыған кезі 19-ші ғасыр. Сонымен мына жаңа айтыстың арасындағы бір өтпелі кезеңнің айтыстары, одан кейінгі айтыстар да болды ғой. Мысалы 60-ші жылы болды, соңғы 80-ші жылы Қазақстанның 60 жылына байланысты айтыстар болды. Ол кездегі айтыстар көңілге келмесін, қазіргі айтыстардың қолына су құюға жарамайды. Қаншама талантты үлкен халық ақындары келіп отырған, өйткені біріншіден цензура болды, сөзді бақылап отырды. Екіншіден, анау сұрып салып айтатын, бұл айтыс дегеннің өзі ең негізгі сұрып салмау өнер. Ат сүрінгенше сөз табатын импровизация
Сол дәстүрінен айырылыңқырап, анау кеңестің цензурасы күні бұрын ақындардың сөзін жазғызып, қағазға түсіріп, қарап, тексеріп, мінеп, түзеп, күзеп беретін. Сосын 80-ші жылғы бір айтысты көзім көрдім мен, мына өз театрымда болды. Қасында адам отырып, қағаздың бетін аударып отыратын, ақын соған көзқырын салып айтып отыратын. Ол айтысты бүгінгі айтыспен қалай салыстырасың? Бүгінгі айтыстың да бойында көп кемшіліктер бар. Мына телевизорға лайықтаймыз деп, біз айтыстың мүмкін табиғатын бұзып қалған шығармыз. Жаңағы телевизор үшін өткіземіз деп, уақыт белгілейміз. Қазылар баға беру деген пайда болды. 19 ғасырда қандай қазы? Халық қана бағасын беретін, жеңілген ақын сөзге тоқтайтын. Сосын жаңағы өзінің жеңіліп болған айтсын, анау ақын бүйдеп айтқанда мен бүйдеп айтып жеңіліп болдым деп насихаттайтын. Осының бәрі жайына қалып, қазір телевизорға арнап, минутқа, сағатқа өлшеп, қазыларға баға бергізіп, осындай бір кішкене жасандылау айтыстарға бет бұрып кеттік. Менің ең үлкен ойым осы. Бірақ онсыз шара жоқ. Мынау заманауи технологияға бағынып, айтысты да көшет сияқты отырғызып, осындай бір алаңға түсіп жатырмыз. Соның формасын, пішінін жақсарту үшін біраз талаптар салып көрдім. 2 жыл болып кетті ғой, мына хабар арнасында жұлдыздар айтысы деген айтыс болды. Ол да бір сәтсіз жоба болды. Оның бер жағында да сондай бір ойдан шықпайтын талаптар жасалды. Заманауи талапқа сайыр етіп жасалған мынау жаңа жұлдыздар айтысады деген секілді емес, басқа да тағы да бірнеше бағдарламалар болды сондай айтыстың. Сол бағдарламалар арқылы біздің қазақ айтысы неден ұтылды және не ұтты? Ұтылғаны жаңағы айтыстың табиғатын сақтамау. Шын ақындардың айтысы болмай қалды. Әншілер айтысы деген ақылға сыймайтын нәрсе ғой. Әуелгі жобада мынау біздің әнші оқып өткен бұрынғы айтыскерлеріміз бар. Тоқтар Серіков дейсіз ба, Еркін Нұржанов дейсіз ба, толып жатыр. Анау Роза, Қожа, барлық айтса. Соларменен қазіргі айтыс жүрген ақындардың арасында айтыс жасалатын еді. Жеме-жем келгенде айтыстан хабар жоқ, әншілер шығып кетті. Анау жерге мәтіндерін жазып қойып, жазып берген мәтінді айтып отырған ақындар пайда болды. Бұл айтыстың тәртібін бұзу ғой. Бірақ оның екінші бір пайдасы, нағыз пайдасы, мынау айтысты жастарға жақындатты. Ана эстраданың елге танымал, жастарға танымал әншілер айтысқа шыққаннан кейін, оны жастар көретін болды. Мектептің жоғарғы сыныптың оқушылары, студенттер көретін болды. Солардың назарын аударды біраз. Бұл пайдасы осы ғана. Ол жаңағы ол жобаны жалғастыруға болар еді. Бірақ жаңағыдай шын ақындардың айтысын айналдырса. Осы айтысты ұйымдастыруға да енді көп қаражат кететіні рас. Осы әр болған айтысқа үкімет тарапынан жеткілікті деңгейде қаражат бөліне ме, әлде айтысты да ұйымдастыруға көмектесетін демеушілер бар ма? Енді нарық заманында өмір сүріп отырмыз. Сондықтан басқа қай бір шаралар сияқты айтысқа да көп қаражат керек. Біріншіден сол жаңағы айтыс өтетін ғимараттардың жалақысы қымбаттап кетті қазір. Республика сарайының маңына бара алмайсың, миллиондаған ақша сұрайды. Екіншіден ақындардың жүріп тұруына жатар орны, ішер тамағы да мойнында. Оның сыртында қазір 97 жылдан бері біз үлкен жүлделер беруге дәндеттік ақындарды. Жүлдесіз айтыс өтпейтін болды. Қайда ғой енді? Осының бәріне үкімет ақша беріп отыр десеңіз қателесесіз. Үкімет еш уақытта ақша бермейміз. Мына менің осы айтыстың төңірегінде жүрмін ғой. Жұрт мені айтыстың жүргізушісі деп қарайды. Соған баға беріп, мен жүргізушілікке мән бермеймін. Өйткені ол үлкен жұмыс емес. Өзімнің атқарып жатқан жұмысымда алып келіп халықтың алдында жаңа ақындардың жөн жобасын айтып басқарып отыру ғой. Оған үлкен өнердің қажеті жоқ. Басқа бөтен сөз қосудың да қажеті жоқ. Егер айтыстың шын жаны шығар болса, байқайды, мен бет алып сөйлеп отырмаймын. Ең қажетті ақпаратты ғана беремін да. Негізгі жұмыс ұйымдастыру жұмысы. Осы ұйымдастыру менен мен шашым ағарды, көзім ағарды. Өйткені нарық келгеннен кейін қаржы табу керек болды, демеушілермен тіл табысу керек болды. Бұл демеуші, қай демеуші келіп саған мен айтыс өткізіп берейін дей береді. Кешегі үлкен демеуші болған Амангелді Мегаев та, Өмірзақ Сәрсенов та, Нұртай Сәбильянов та, сол біздің жаңағы келіссөздеріміздің нәтижесінде айтысқа бетін бұрып ұлттық өнерге қолға алып жасады. Енді қазіргі кезеңде олардың барлығы өздерінің негізгі мақсаттарына жетіп алғаннан кейін айтыс танымай қалды. Ұмытып кетті. Бір министр болды, бір депутат болды, бір басқа болды. Қазір енді жеке демеушілер табу да қиын. Бірен-саран бар, аудандық деңгейде өткізіп жүрген негізгі айтысқа қолдау көрсетіп, қаржы бөліп отырған осы республикадағы атқа мініп жүрген, қолында мүмкіндігі бар азаматтар, облыстардың әкімдері. Нұрлан Ноғаев, Бердібек Сапарбаев, кеше Бақтықожа Мұхамедов, Алтай Көлгінов,
Қырымбек Көшербаев, мен жадыма түскендерін айтып жүрмін. Солар жаңа облыстық бюджетті күн бұрын қарастырып, қаржы бөліп, сол қаржының есебінен айтыстар өтіп келе жатыр. Жекелеген демеушілердің қауқары жетпей қалды қазір. Шын мол ақша орыс тілді байышкештердің қолында. Олар сіздің ұлттық өнімізге пысқырып та қарамайды. Шамалы қолында тиын тебені бар, жергілікті демеушілер өткізіп келе жатыр. Мысалы, Ақсуатта биыл 3-ші жыл өте қатарынан айтыс өтейін деп жатыр. Сондай президент демеуші болмаса, үкімет қаржы бөліп отыр деуге болмайды. Алдыңғы жылы парламенттің біраз депутаттары қозғап еді. Осы айтыс деген ЮНЕСКО-ның материалдық емес мұралар тізіміне енгізіліп, халықаралық заңнамадан құралатын болған кезде бұл айтысты республикалық бюджетке енгізейік, әркімге қолын созбасын деген әңгімелер басталды, аяқсыз қалды. Мен осы әңгімені биыл жеріне жеткізсем бе деп жоғары жақтарға сұранып жүрмін. Оның нәтижесі қандай болады, біле алмаймын. Айтыс тақырыбынан шамалы ауытып қалсақ, Ауытқиық, қалай қарай? Дулат Исабеков бір сөзінде айтқан еді, Алматыдан Талғарға барғанша үш өлең жазып тастауға болады. Бірақ сен күні-түні отырып, қанша күн бойы отырсаң да, бір проза, бір кішкентай әңгіме жаза алмайсың деп. Жалпы осыған ақын ретіндегі өзіңіздің ойыңыз қандай? Алматыдан Талғарға барғанша үш өлең жазып тастайтын Дулат мен өміріме. Өлең жазып көрген адам жұмыс. Өлең деген олай уақытпен өлшенбейді. Өлең беймезгіл уақытта келуі мүмкін. Таң алдында келуі мүмкін, түн ортасында келуі мүмкін, келмей қоюы мүмкін. Ондай өлшеммен қарауға болмайды. Біріншіден, екіншіден Дулат Исабеков үлкен жазушымыз деп жүрміз. Алғыстаған қазіргі ең қарт жазушылардың бірі болса, сол кісінің әуелден айтысқа деген көзқарасы дұрыс емес. Мына Әбдіжәміл Нұрпейісов 25 жыл отырып роман жазды, оған ештеңе алмайды. Біздің айтыскерлер 20-30 күн дәуелі еңбекті машинаны береді деген әңгімені баяғыда бастаған. Сосын компьютер заманында айтыстың не қажеті бар? Бұл ескілік деп сұхбат бергенін де білеміз. Оған жауабын ақындардың, айтыскерлердің өздері де берді. Бекарыс Шойбековтың атақты сөзі бар, қазір ақындардың елдің тарап кеткен. Класстағы баланың сөзін айтып, классикпен деп жүрген осы ғана деп Исабеков айтты. Бұл халықтың өнерімен алысу кімге опа беретінін білмеймін мен. Ол әуезовтер мойындаған. Заманымыздың үлкен ақындары тақ тұрған айтыспен алысуға болмайды ғой. Айтыспен қанша адам айналысады? Мен жаңа айтып отырмын, 263-сі барды. 2000 бала айналыссын, қызықсын. Оның бәрі кәсіби айтыскер болып кетпеуі де мүмкін. Өлеңге жақындауы ғана, халықтың өнеріне ауыздануы ғана мүмкін. Өлеңмен ауызданған бала жаман бала болмайды. Оның бойында ізгілік болады, кісілік болады, қасиет болады, ұлттық көзқарас қалыптасады. Соған бала осындай сөздер айтуға бола ма? Мен кеше ғана түсті Алматыдағы Құлагер шағын ауданындағы 148-ші мектеп гимназияда оқушылармен кездесу өткізіп қайттым. 2000 бала оқитын қазақтың қарагөз балалары айтысқа да қызығып қарайды екен. Үшінен 5-6 бала жаңағы сахнаға шығып, домбыра ұстап, шамасы арқанша бірімен-бірі айтысып жатыр. Ол осыдан кімге не зиян келіп жатыр? Ана отырған балалар соны тыңдап, қызығып, өлеңге, әдебиетке құштарлық атып жатса, халық поэзиясына, батырлар жырына, шешенің сөздер оқыматып жатса, біздің әңгімеміз сол уақытта ол. Онан не зиян келеді? Сондықтан Дулат Исабековтың айтып жүрген әңгімесі әншейін алысты болжай алмаған, ұлтқа жанашымаған адамның сөзі ғана. Мен Дулатты жазушы ретінде құрметтеп жүрмін. Қазір айтысқа деген көзқарас түзелмей қойғаннан кейін осындай сөз айтуға мәжбүрмін. Ал қазіргі уақытта осы жас ақындарға көңіліңіз тола ма? Жазба ақындар болсын, айтыскер ақындар болсын. Осы биыл мына Алматыда АГУ деген университет бар. Бұрын Қазақ педагогикалық университеті болатын. Абай атындағы. Соның 90 жылдығы болды. 90 жылдыққа байланысты институттың ректоры Тимур Балқыбаев деген мырза студенттердің республикалық айтысын жариялап айтыс өткізді. 28 республика бойынша 28 жоғарғы оқу орнынан 54 студент ақын келіп қатысты. Соны тапжылмай өтіріп 2 күн көрдік, іріктедік, сараптадық. Сол 54 ақынның мен сахнада тұрып айттым, 40 айтыскер ақынды кез келген үлкен республикалық деңгейдегі айтысқа қобалжымай қатыстыруға болады. Тамаша талантты балалар келіп жатыр. Оның енді бір кішкентай өзім ойлаған пікірім, мына біздің оралман дейміз ғой, сырттан қандастарымыз көшіп келіп жатса, солардың балалары өнерге құштар болып келіп жатыр. Тек айтысқа ғана емес болу, өлеңге ғана емес болу керек. Ана әке шешелерінің сыртта жүріп зарығуы, елді аңсауы, балалары қанмен беріле ме, күнделікті өмірден байқай ма, солардың
жаңағы 54 айтыскер ақынның кемінде бір 20-сы енді сол алыстан келген ағайындардың балалары оқып жатқан студенттер. Оның сыртында енді қай қазақтың отбасында да болсын сөз құрметтеледі ғой. Жақсы талантты балалар қатты өсіп келе жатыр. Бұлар тіпті бұрынғы танымал болған ақындарды сахнадан ығыстырып шығарып жатыр деуге де болады. Ана балалардың беталысы қатты болғаннан кейін бұрынғы кекселеу, егделеу ақындар қаймығатын болды. Бұл жаман құбылыс емес, жақсы. Бүкіл халықтық ел мойындайтын құбылысқа айналды деген сөз айтыс. Мынау қазір бүкіл эстраданы, әлеуметтік желілерді, сахналарды, көгілдір экранды жаулап алған қазіргі желөк әншілер бар емес пе? Не айтып отырғанын білмейтін. Олардың қасында халық поэзиясымен ауызданған ақындардың есті сөздері жүрегімізге де жақын, құлағымызға да жылы тиеді. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, эстрададағы желөкпе әншілер деп. Солардың жалпы әндерінің сөзіне мән бересіз ба? Неге мән бермейміз? Тіпті жанымызда ауыртады. Мен кезінде Мұхағали Мақатаевтың мерейтойына арнап, осыдан 7 жыл бұрын Астанадағы, осы қаладағы опера және балет театрында мерейтойда баяндама жасадым. Сонда бір пікір айтып едім. Мата даңқымен сөз өтті деп, Мұхағалидың сөзіне ән жазушылар көбейді. Олар және жақсы әндерге дау жоқ қой. Бір атын айтпай қойын, жақсы көретін қобымыз 41-де ән жазып Мұхағалидың. Мүмкін емес қойын. Бір ақынның сөзі сонша ән жазу. Сонда әннің сөзіне мән берген дұрыс. Бірақ не болса соны сөзге айналдыруға болмайды. Бір танымал Талғанбар деген жігітіміз бір әнге сөз жазып, ішінде мынандай сөз бар. Билейік биіңе, күйлейік күйіңе деп қайырмасы келеді. Оны Қоңыр тобы деген орында жүр. Күйлеу деген малға ғана қатысты нәрсе. Талғанбай да сонда. Енді анда барсам жоқ, мұнда барсам жоқ деген бір әндер пайда болды ғой. Әсіресе мына Төрәлінің орындауындағы бір желөкпе әндердің кейбір сөздері. Ол тіпті қайта тәуірлеуі бетке шығары. Әйтпесе неше түрлі мағынасыз, кісіге ой салмайтын, талғамына әсер етпейтін халық әндерінің сөзі қандай? Солардан үлгі алу керек бүгінгі сазгерлер. Халық әндерінің сөзі, халық композиторларының әндерінің сөзі. Жаңа ғана осы керек етсем радиодан Ұларбек Нұрғалым талдап жатыр екен халық әндерінің сөздеріндегі. Анау әр сөздің артында қаншама тарихи мән жатқанын, біздің тұрмысымызға, салтымызға байланысты қалыптасқан ұғымдар жатқанын, Ақбоз үйге сүйеніп қарада тұр деген сөздің ар жағында жаңағы қыздың әдебі, Ақбоз үйге сүйеніп тұрған қыздың әдебі. Қанша көңіл ауып тұрса да, жігітке жылы сөз айта алмайды. Бірақ ісімен, қимылымен, тұрысымен соны сездіреді. Бүгінгі кәдімгі ашық шашық әндерде тіпті бала шағымен бірге отырып тыңдауға да ұялатын әндер бар. Енді сонан қазір клип деген, бейнебаян деген пайда болды ғой. Эстрада жұлдыздарында әншілерде ақша болу керек, шетелге барып түсіріп әкеледі, жүрген тұрғанын түсіреді. Оны бейнебаян дегенде әндегі мағынаға байланысты бір сюжет өрілсе керек еді ғой. Оны тосам десең, ештеңе таппайсың. Бірақ жақсы әндерге сөз жазып жүрген қазіргі ақындар бар ғой бізде. Анау аталары Абдурахман Асылбековтен бастап, Шөмішбайдан бастап, Несіпбек Айтыптың әнге жазған сөздері қандай құлағыма қалғандардың сөздерін құйылып өтеді. Әншейін мынау сазгерлердің, әсіресе орындаушылардың, әншілердің талғамсыздығынан осындай бейәдеп әндер мазамызды кетіріп барады. Осы сұхбатқа арнайы бір әннің өлеңін сөзін алып келгенмін. Соны оқып берейін, ойыңызды айтсаңыз. Мен істеймін шынайы стиль, жұбайым, шайқамаймын, тек дірілдетем. Дір-дір, мекшек, бір, бұл флоу үңгір, тез-тез кір-кір, пыр. Біз барда шоу-біз тірі, біл, абайла жатса тілім-тілім. Йо, кет, демал, дігідік, тігіліп қал, мә, ортан терек дейді. 91 тобының бұл әннің сөзі оған. Мен жалпы 91 тобы туралы түні бұл жерде жақсы пікір айтып едім. Өйткені талантты балалар болып көрінеді көзіме. Олардың жаңағы сырға тағуы, шашын бояу дегенде соншама бір сұмдық құбылыс емес. Бізде шашын бояған, анау үлкен ағаларымызда жүріп жатыр ғой, сарыға бояған, қоңырға бояған, қызылға бояған. Таланттылау ма деп кішкене қолда көрсетейін десем, мен тура осындай әндерді айту арқылы, осы 2-3 күн бұрын мен теледидардан тыңдадым, осы топтың әндерін. Айтатын сөзі жоқ, жеткізетін. Осындай әндерді әндеп сахнаға шығаруға бола ма? Жаңа көркемдік кеңестердің ең басты жұмысының өзі осы. Мен оны айтса, сана жігіттер тобы орындайтын
Балғадиша деген ән бар. Сол жігіттердің өздеріне екі жерде жолығып айттым. Ай, сендер анау керемет сөз бұрмаламай айтсаңдаршы. Неге? Қыз едің Ыбырайдың Балғадиша дейді. Ақан сері Ыбырай деп айтпайды. Ақан серіден жасы үлкен, сол елдің сыйлы қарты. Қадиша соның кішкентай немересі. Түсініңіз бе? Екінші. Кетті деп Балғадиша естігенде құшақтап қара жерді еңіреп жылағаным деп айтады. Жаңағы жігіттер тобы. Ай, Ақан серінің бейшара ағып қойды ғой. Оларына қызға көз түсіп бір селт еткен сезім нәрсемен ән жазды. Құшақтап қара жерді еңіреп жыламайды Ақан сері. Басынан жыландының құлағаным, кекілін кербесінің сылағаным. Кетті деп Балғадиша естігенде құшақтап құшастықты жылағаным. Қазақ қоғаммен адамға айтылған сөз соншама бейшара қылып жүруге болмайды ғой. Ол жаңағы 91-дің айтып тұрған мәтінен әңгіме қылмай-ақ қойық, айтуға тұрмайтын, талдаудан деңгейі төмен, әйтеу қоқыс қой бір жатқан. Не деген сөздер ол? Адам оқпаймын бен айтып отқан. Бірақ осындай топтар жаңағы жастарға жақын. Осы күнгі істеменің байыбына бармайтын, өзіміздің балаларымыз, немерелеріміз сияқты жас қауым. Соңына секіріп билейтін саз бар емес пе, әуен дейік пе? Сол ғана керек оларға. Нетіп отқан жұмыстары жоқ. Осындай. Сөйтіп балалардың санасын улап жатырмыз. Ұлттық рухын оята алмай кетеміз. Тәрбиенің құралы ән, ең алдымен оның қазақ екенін өзіне сездіретін жақсы әндер керек қой. Оның заманы тумай жатыр. Қайта бір теріс заманда өмір сүріп жатырмыз. Сөзден, әннен қадір кеткен, баяғы абай айтып кеткен заманға тап болып отырмыз. Кезекті өзіміздің бағдарламаның тұрақты айдарына берсек, я жоқ деп аталады. Яғни қазір сізге сұрақтар қоямын, бірнеше сол сұрақтарға я немесе жоқ деп қана жауап берсеңіз. Өзіңізге жиі есеп бересіз ба? Иә. Шындықтан қорқасыз ба? Қорқам. Шындықпен қорқытасыз ба? Жоқ. Зергеуге ішіңіз пысуға уақыт бар ма? Бар. Мақтағанды жақсы көресіз ба? Иә. Мақтанғанды ше? Жоқ. Әлі күнге дейін ұялатын істеріңіз бар ма? Бар. Өлімнен қорқасыз ба? Қорқам. Өзіңізді екі ауыз сөзбен суреттеп бересіз, не деп суреттер едіңіз? Көп уақытымды бос қылдырған адаммын. Мен жалпы өзімнің негізгі антық зарым өлең сөз. Мынау айтыстың ұйымдастыру жұмыстарымен менің қаншама уақытым зая кетіп қалды. Әдебиетке менімен қатар келген өзімнің тұрғыластарым, мысалы Несіпбек Айтып, Тұрсын Жұртбаев, көші алысқа ұзап кетті өлеңдегі. Жете алмай тыпың-тыпың етіп келе жатырмын. Өйткені көп уақытым зая кетіп қалған адам. Міне, өзім сыртымнан қарасам, біраз қабілет дарыны бар, бірақ соны толық пайдаланылмаған, Алланың берген нығметін түгел іске қосылмаған, істегеннен істемегені көп, өкініші көп, қолын мезгілінен кеш жармақ болған қазақтардың бірімін деп ойлаймын. Ал қолын мезгілінен кеш жармап қалған қазақтардың бірі теледидар көре ма? Және теледидардан не көреді? Айтайын, мен мынау таңертең бір мезгіл жаңалық көрем. 24 деген бар ғой. Сосын Ресейдің жаңалық бағдарламасын көрем, әлемде не болып жатыр деп. Басқа уақытта теледидардан бәлендей жаңағы танымдық хабарлар жоқ, уақытын текке шығындағым келмейді. Одан көрі, мысалы мен снукер көрем. Снукер деген спорттың түрі бар, философиялық спорт. Оның әр ойыншысы менің өзіммен таныстарым сияқты жақсы білем. Соны көріп, сен дем аламын, спорт жарыстарын қараймын. Енді қазақ тіліндегі бір хабарлардан тығып күтіп жүрем, қарайым десем өтірік болып шығады. Кейде көзім түскен таңертең таң шай ішіп отырып, Таңшолпанды көріп қаласың. Тұрсынбек Қабаттың әзілдеріне көзім түсіп кетеді. Оның кей әзілдері маған қатты ұнайды. Біреулер Тұрсынбекті ағаш аттың басына мінгізіп, әртүрлі әңгіме айтып жатады ғой. Анау ситуациядан күлкі туғызудың үлкен шебері деп ойлаймын. Бізде күлдірем деп қазақтың сөзіне орысша қосып бұрмалайтын бір театрлар көп. Оның қасында Тұрсынбек өмірдегі өзіміздің көзімізге таныс құбылыстарды орындау арқылы содан күлкі шақырады. Содан тәрбиелік мәні бар нәрселер туындайды. Соның хабарларын көріп қалатыным бар. Енді жаңағы ұлттық құндылықтарымыз туралы жақсы хабарлар беріліп жатса, анда-санда ішінара қарап тұрамын. Бірақ телевизордың алдында тесіліп қалған адам емеспін. Ал күнде неше сағат ұйықтайсыз? 8 сағат ұйықтаймын. Өзім байқап жүрмін соңғы кезде. Сол көп ұйқы ғой. Онан бір жастау кезімде сендер деген, мынау өмірімді ұйқыға қия берем білдіп, ұйқымды азайтқан кездерім болды. 4 сағат, 5 сағат ұйықтаймын, басқа уақытымды пайдалы жұмыспен айналысайын. Ол бекер екен. Адамның ағзасы оған шыдамайды, ауырасың, сырқайсың. Кейін қойдық, дұрыс адам
дұрыс ұйықтау керек. Ал қазіргі уақытта қазақтарға қандай қасиет жетіспейді? Қазақтарда ұлттық намыс жоқ. Бұл әр адамның бойына керек қасиет қой. Біз мәңгілік ел боламыз деп отырмыз. Мынау жаһанданудың жұмырында жұтылып кетпейік деп жатсақ, әрқайсымыз өз-өзімізді қоспасақ, мынау Қазақстан қалай болғанда жер көлемі жөнінен 9-шы орын алады, халық саны аз болғанмен, ертең үлкен мәңгілік ел боламыз дейтін ұлы мақсаттар қойып отырған мемлекетке сол ұлы мақсаттарға лайық намысты адамдар керек. Жаңағы мына тілдің проблемасын көп айтамыз ғой. Сол тілдің өзі намыссыздықтың белгісі, отбасындағы намыссыздықтың белгісі. Балаңды қазақ тіліне бейімдей алмасаң, сенің азаматтығың қайсы, әкелік, шешелік орның қайсы. Жоғарыда отырған көп азаматтың балалары, оны айтпай-ақ қояқ, ақын жазушылардың өздерінің балалары өздерінің шығармасын қазақ тілінде оқымайды. Мектепке баршы қазақ мектептеріне, бәрі орысша шүлдірлеген балалар, таза ұлттық мектептердің өзінде. Соның бәрі кімге қатысты? Әр қазаққа қатысты нәрсе, әр қазақтың намысына қатысты нәрсе. Шеттен келген ағайындар шет қақпай көріп жүрсе, соған қорған болмасаң, сенің қазақшылығың қайсы? Ең болса, қолынан іштегімізді сөзіңмен, лебіңмен соған араты суға шаман көмілсе, онда ұлттық намысың таптылған. Намыс жоқ жерде үлкен ұлы халық болмайды. Мен енді күдері үзіп отқан адам емеспін. Қазақ деген жас ұлт әлемдегі. Ең жас ұлттардың бірі бұл. Онау Европада қазып тозған ұлттар емес. Бұл болашағын күтіп отқан ұлт. Осы жас ұлт кішкене бұлшықеттерін білеулетіп, алшайып тұрып, талтайып жүретін қалыпқа келеді әлі. Осындай заманды аңсап жүрген қазақтарымыз. Ал сол ұлттық намысты қалай көтеруге болады? Әркімнің жүрегінде от жағылу керек, кеудеңде шырақ жану керек. Ол отбасынан басталады. Өзің құрып баратсаң да, енді балаңды оятып кет дейші. Немереңді оятып кет. Қазақ екенін сезінсін. Жер тебінсін. Менің біраз өлеңдерім бар, қазақ баласын қайрау деген сияқты. Соның бәрінде осын жырлап білеміз, оны оқымайды ғой. Оны өзіміз оқимыз. Ұлттық намысымыз оянып алғандар өзіміз оқимыз да, анаған қажеті жоқ. Сондықтан біздікі де бір Сизифтің еңбегі сияқты еш еңбек қой. Бірақ үміт үзбеу керек. Халық оянады, оянып келе жатыр. Күнде қақсап құлағына құйып жатырмыз, рухани жаңғырып жатырмыз. Рухани жаңғыру дегенде әншейін бір көрінген сөзге қосатын болды. Олай емес, бұл адамның ішіне түсетін сөз еді. Мен осы мақала жарияланғанда қатты қуандым. Сөйледім сессияда. Әр жерде жазып та келдім. Абайдың өзінің сөзі бар. Ұлы Абай. Біздің Абай бағдаршамымыз ғой. Абайдың өзінің сөзі бар. Егер мен закон қуаты қолымда бар кісі болсам, кісінің мінезін өзгертуге болмайды деген адам тілін кесер едім дейді. Жаңғыру дегенің өзгеру. Жаңғыру өзіңнен басталу. Әр адамның өзінің ішінде өзгерістер болу керек. Осыған жетпей күн жоқ. Бұл дер кезінде көтерілген мәселе, бірақ соны мынау бізде сондай науқаншылдық бар ғой. Осы жаңғыру деген көрінген жерге қосып, оның байыбына бармай, істеген ісіміздің шарасына бармай. Мен жақында неге барып келдім? 14-ші наурыз күні Атырауға бардым шақыртумен. Амал мерекесі, көрісу күні деген мереке бар. Мына батыс облыстарда аталып өтіп, бұрыннан келе жатқан дәстүр, отпан тауға от жағудан басталады да, мысалы еліміздің шығысында, солтүстігінде, орталығында бұндай мереке жоқ. Оны Атыраудың бүкіл халқы тойлайды екен. Көктемнің келген күні бұл. Бұл ешқандай діни мән жоқ бұл жерде. Дүние жаңғырып жатыр, мал төлдеп жатыр, көк шығып жатыр. Қыстан аман-есен шықтық деп көрісіп, көңілде қалған өкпе наз сызы болса кешірісіп соғыны. Өмірді жаңа парақтан бастайтын мерекені биыл Атырау облысы Ноғай Түркиядан, Ноғайдан, Татардан, Қырғыздан жаңа өкілдерін шақырып үлкен ұлттық мерекеге айналдырды. Міне жаңғырсаң осылай жаңғыр. Жаңағы мерекеге келген әр ұлттың өкілдері шынында бірін-бірі бауыр тартып, ішінде бір жылы сезімдер пайда болады екен. Кез келген адам таңертең тұрғаннан бастап көрісіп, бір жасыңмен де құттықтайды. Осыны мен барған жерімде қазір насихаттап айтып жүрмін. Мына біздің мәдениет министрлігіне ме, білмеймін. Бүкіл халықтық деңгейде қолға алу керек. Халықты бауырластыратын, біріктіретін, ауызбіршілікке бастайтын керемет мереке. Жаңғырсақ солай жаңғырайық. Жаңа өзіңіз шенеуніктердің, министрлердің балалары туралы айтып жатсыз ғой, қазақ тілін дұрыс сөйлей алмайды деп. Ал өзіңіздің балаларыңыз, немерелеріңіз қазақша сөйлей ме? Және қазақ тілді шығармалар көп оқи ма? Айтайын. Біз кеңес кезінде өмір сүрдік қой. Өзіміз жаңа ауылдан келген орысша білмей қорлықты көп көрдік. Мен орысша үйренуіме біраз жыл кетіп қалды. Қазір енді жақсы деңгейде меңгердік деп ойлаймын. Сосын балаларымыз осындай қорлық көрмесін деп, 3 баламызды да орыс мектебіне бердік кезінде. Орыс мектебін бітірді, онан орысша институттарды бітірді.
Енді біз үйде бәрі қазақпыз ғой, балаларымыз сол, бірақ орысшалау тәрбиеден алыңқырады. Енді мынау оң солымыз түзеген кезде дүниеге келген немерелердің барлығына бірыңғай қазақша тәрбие беруге. Балаларымызды да қостық. Менің балаларым бәрі де қазақша сөйлейді, қазақша кітап оқиды. Немерелерімізді қазақша қылып шығарайық. Мен соңғы бір мысалын келтірейін. Айбибі деген немерем бар, биыл 7-ші сыныпта оқиды. Мына 12-ші мектепте. Соны 3-ке келгенше, 4-ке келгенше үйде болды бірыңғай. Әжесі де қазақ, біз де қазақ, қазақша тілін шығардық. Сосын енді мектепке тәрбиелеу керек, үйдің қасында қазақша балабақша барады, соған бердік. 3-4 айда жаңағы орысша білмейтін немереміз орысша сөйлеп кетті, қазақ балабақшасына барып. Бір күн үйге келіп айтады, ата какой чудный день дейді. Жарайды, өтіп кетті. Бір күн неге әңгімелесіп отырсақ, у меня в садике подруга Лида, она такая эксцентричная дейді. Ой, балам, ондай орысша мен де білмеймін. Міне, анау ортаның тәрбиесі. Қазір қазақ мектебінде оқиды 12-ші мектепте. Сол қазақ мектеп 12-ші мектептің балаларының көбісінің тәрбиесі бәрі орысша. Қанша ұлттық мектеп дегенді. Жаңа немеремнен байқаймын, орысша, қазақшадан гөрі орысша кітапты көп қарайды. Барлық сабақтан 5 алады, бірақ тілі шолақ, қазақша тілі. Оны неге екенін мен түсінбеймін. Тықпалап қазақ кітаптарына кіріп бірім, мынаны оқы деп өзім бөліп беремін. Мынаны оқы, қызық деп. Бірақ ана орыс кітабын оқымар болып тұрғанын байқаймын. Бұл жалғыз менің басымдағы емес. Осы басқа қаланы қайдам, Алматыдағы көкейкесті проблема. Қанша қазақландықтырып жатқанменен, көшенің тәрбиесі, мынау интернет құралдары, мектептің, ортаның әсері солай балалардың бетәлі зүг бұрылып болған жоқ. Бұл жөнімен келетін нәрсе шығар деп ойлаймын. Әйтеуір үйде қақсап отырсаң, ол бола бәрі орыс болмайды ғой. Қазақ болып шығады. Мен 2 қызым намаз оқиды қазір. Олардан 40 пен 50-дің арасындағы балалар ғой, сен отбасы бар, намаз оқиды. Жақсы емес пе? Намаз оқу ол жаңағы жай намазды маңдайың жарабаған жүріп кету емес, иманыңды кәміл етіп, өзің ісіңе жауап беріп жүру, жаттылықтардан тыйылуға, ораза ұстайды. Жақсы. Бүгінгі күннің батырлары кім сіз үшін? Бұның дұрыс сұрақ. Батырларды байқамайды екенбіз. Мен мұны Тоқтар Әубәкіровпен жақсы араласып тұрамын. Бұл жаңағы қолдан жасалған батыр емес, Павлик Корчагин емес. Бұл шын мәнісінде Құдай жаратқан батыр. Анау алып тұлғалардың өзі. Тоқтармен мен де шағын адам емеспін. Мынау қолын алғанда қолым оның алақандарынан жоғалып кетеді. Рас айтамын. Сосын бұл алып тұлға сөз алдына ақылдың батыры ол. Халыққа жан ашитын, сөздің айтқаннан қайтпайтын, әділдікке жүгінетін батыр, осындай батырлар. Бірақ сол кейде мына ел таныған, ел сөзіне сенетін адамдар қисық айтып, ориентир дейміз ғой, бағытты өзгертіп жібереді. Мына Мұхтар Шаханов дейтін үлкен ағам бар менің. Мұхтар Шаханов 60-қа келгенде мен қазақ әдебиетіне шығыстың Шахановы деп мақала жазғам. Оның жаңағы шығармашылық жолына баға бергенмін өзімше. Сол кісінің осы 3-4 жыл бұрын бір сөзі менің денемді дір еткізді. Мен мынау ақын жазушыларды жазған шығармасына қарап емес, істеген әрекетіне қарап бағалаймын. Сөйтіп ұстанымды өзгерттім. Махамбет күресем деп алсам деп басынан айырылып қалды. Ал Абай үйінде жатты, байдың баласы. Сондықтан мен Махамбетті Абайдан жоғары қоямын деді. Махамбет өзің айтқан қаһарман, батыр есебінде сонда. Осында не қисын бар? Мен Махамбетке қарсы емеспін. Махамбетке ұқсаймын деп өлең жазғам кезінде. Махамбет халықтың батыры, қаһарманы, бірақ оны Абаймен салыстырудың қажеті қанша? Абайды кемсітудің қажеті қанша? Мыңмен жалғыз алысқан Абай, Абай басымен таяқ жеген Абай, қансырап. Ол Абайға әрекет етпедім деп күнә қойып, Махамбеттен төмен қоям деген не сөз? Төмен қоймай әрқайсысы өз орнында тұрсын да. Кеше былтыр Кейкі батырдың басына келді торғайға, жерледі, халықтың қаншама рухы көтерілді. Халықты қазір еліктейтін тұлғалардың жөнін тауып беру керек. Ана 100 есім, 100 жаңа есім деген бағдарлама пайда болды, ол жұмыс істеп жатқан жоқ қазір. Кімнің атын аталғанды білмей қалдық қазір. Әр жерде шамалы бір бейтаныс адамдардың суретін көреміз. Нағыз халықтың батырларын насихаттау керек, мектепте оқыту керек, есімдерін атау керек. Кешегі Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр, Райымбек батыр, олардың бәрін жай есімдерін ғана біледі. Ол не бітіріп еді деген әңгімені мектепте оқыту керек қой, насихаттау керек, тәрбиені құрал ету керек.
қазіргі қасымда жүрген қаншама қаһармандар бар. Олардың барлығы ақын, жазушы, жаңа желекбай эстрадалық бұл міндетті емес, ұсынатын тұлғалар. Халыққа еңбегі сіңген, рухын оятқан спорттың батырлары бар. Соларды әлпештеу керек. Соларды насихаттау, соларды үлгі керек. Мұхтар Шаханов туралы айтып жатырық қой. Сол Мұхтар Шахановтың жақында тағы бір шулы әңгіме шықты ғой. Мұқағали Мақатаевты Жұқағали Бұқатаев дегені. Бұған көзқарасыңыз қалай? Енді бұл ана өлілермен алысу жақсылығымыз. Олар саған жауап бере алмайды. Олар өздерінің атқаратын қызметін атқарып, тарихтағы орнын алып, бүкіл шығармашылығымен ұлттық қызмет істеп жатқан адамдардың көрім мазалап әңгімеге айналдыру ол әншейін бір білгендіктің белгісі емес. Және ол айтып отқан фактілер ақиқат па? Мағжанның өліміне өзі себеп болды дегенге менің миыма сыймайды. Сәбит Мұқанов жамандау, Жамбылды туғды ялақшы деген не пәле. Жамбыл киелі, ұлы Жамбыл ол. Ұлы ақын ол. Гомер деп атады ғой. Гомер Жамбылдан садаға кетсін, мен саған айтайын. Жамбылдың анау Совет үкіметі орнағанша жазған туындылары, үлкен дастандары өтеген бады, сұраншы бады. Жамбылдың әзілдерінің өзінде үлкен интеллекті байқалады. Оны жаңағыдай, Сталин кемеліне келіп тұрғанда, біз сол жерде өмір сүрсек, не істер едік, кім біледі? Жамбыл ешкімнің талабанын жалаған жоқ. Үлкен талант деңгейінде қалды. Алып қашпа әңгімелер осында. Керегі жоқ. Бұл Шахановқа да керек жоқ әңгіме, халыққа да керек жоқ әңгіме. Осына қарай өріштіп атқандарға да қойдау керек, керек жоқ. Бір адам жаңылыс бір сөз айтқан шығар, енді оның соңына сөйлеудің қажеті қанша, кешірім сұрағанша, сұрамаса сұрамаған шығар. Отқа май құюдың қажеті жоқ. Біз бір тұтас халық болатын болсақ, барымызды бардай бағалап, жоғымызды жоқтай бағалап, жақсы күндерге ұмтылуымыз керек. Бүгінгі тұшымды ойларыңызбен шынайы әңгімеңізге көп рахмет. Бүгін бізде қонақта болған ақын Жүрсін Ерман ағамыз және мен Нұрбол Шыныбай, нұрлы күндерде жолыққанша.